Сәлеметсіздер ме, құрметті 5 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен аралас сандарды қосу және азайтуды үйренетін боламыз. Жалпы алғанда бізге берілген екі аралас санды қосу үшін біз алдымен олардың бүтін бөліктерін бір жақшада қосып аламыз, ал екінші жақшада бөлшек бөліктерін қосатын боламыз. Азайтуда да дәл солай. Бірінші жақшамызда олардың бүтін бөліктерін азайтамыз өзара, ал екінші жақшада бөлшек бөліктерін. Осы екі жақшаның арасында әрқашан қосу таңбасы тұрады. Өйткені аралас санның бүтін бөлігі мен бөлшек бөлігін ажыратып тұратын таңба ол көзге көрінбей тұратын қосу таңбасы. Ары қарай енді нақты мысалдармен қарастырайық. Видеоның соңына дейін мұқият көріңіздер. Алдымен қосуды қарастырайық. Жоғарыда сіздерге айтып өткенімдей, бұл жерде біз бірінші жақшада екі аралас санның бүтін бөліктерін қосып аламыз. Ол бізде 2 мен 5. Ал екінші жақшаға олардың бөлшек бөліктерін қосып жазамыз. Осы екі жақша арасында қай таңба тұратын еді? Әрине қосу таңбасы. Енді бұл жерде бүтін бөлігі 7, бөлшектің бөлімдеріне қараңыз, бірдей. Демек бізге олардың алымдарын қосуға рұқсат. Алымдары 1 мен 2-ні қоссақ 3-ке тең болады. Есеп аяқталды. Келесі бірінші жақшаға бүтін бөліктерін қосайық. Екінші жақшаға бөлшек бөліктерін қосайық. Енді бұл жерде бүтін бөліктерін қосатын болсақ 6 болады. Ал бөлшектің бөліміне қараңыздар. Бұл жерде екі бөлшектің бөлімі бірдей емес. Демек, ортақ бөлімге келтіру керек. Ортақ бөлімге келтірудің бүкіл жағдайларын қарастырған видео бар. Видео описаниясынан тапсаңыздар болады. Енді бұл жерде бізде ортақ бөлім табудың ең оңай жағдайы 8 4-ке бөлінеді. Демек, сол үлкен санды ортақ бөлім ретінде таңдаймыз. Сонда 8-ді 4-ке бөлдік. Толықтауыш көбейткіш 2, 8-ді 8-ге бөлдік. Толықтауыш көбейткіш 1. Ал енді алымдарын толықтауыш көбейткіштеріне көбейтіп, оларды өзара қосамыз. Жауап 6,8-ден 7. Есеп аяқталды. Келесі үшінші мысал. Бірінші жақшамызға бүтін бөліктерін қосайық. Ал екінші жақшаға бөлшек бөліктерін. Бүтін бөліктерінің қосындысы 5-ке тең. Ал бөлшектің бөліміне қарасақ, бұл жерде де әртүрлі екен. Алдымен ортақ бөлім таңдап алайық. Бұл жерде 7 кестеге қарасаңыздар жай сан болып тұр. Демек 6 мен 7-ның көбейтіндісі бізге ортақ бөлімді береді. Ол 42 саны. 42-ні 7-ге бөлдік. Толықтауыш көбейткіш 6. 42-ні 6-ға бөлдік. Толықтауыш көбейткіш 7. Алымдарымен оларды көбейтейік. Сонымен нәтиже 5,42-ден 43 болды. Тең қою себебім бұл жерде қараңыздар. Аралас санның бөлшек бөлігі бұрыс бөлшек болып қалды. Ол жауап ретінде қабылданбайды. Ал енді бұны қалай жазамыз? 43-тің ішінде 42 бір рет кездеседі. Демек сол бір бүтінін алдында тұрған 5-ке қосып жіберсек 6 бүтін болады. 42-ден қалды бізде қалдық 1. Сонымен есеп енді аяқталды. Келесі мысал. Бүтін бөліктерін қосайық. 9 бен 7. Ал бөлшек бөліктері. Бүтін бөліктерінің қосындысы 16. 8 бен 6 бөлшектің бөлімдері әртүрлі болып тұр. Оларға ортақ бөлім біз таңдаймыз. Екеуі де құрама сан болғандықтан үлкенін еселеп. Ауызша есептейік. 8 6-ға бөлінбегендіктен 16-ны бөлеміз 2 еселеп. Ол да 6-ға бөлінбейді. Онда 3 еселеп көрейік. 24. 24 6-ға бөлінгендіктен сол санды біз ортақ бөлім ретінде таңдап, толықтауыш көбейткіштерін тауып алайық. 6-ның толықтауыш көбейткіші 4 болады. 8-де 3 болады. Ары қарай енді алымдарына көбейтеміз оларды және өзара қосып аламыз. Сонымен бұл жерде нәтиже 16,24-ден 29 болды. Бұның да бұрыс бөлшек түрінде қалдырмай, жауабын аралас сан түрінде жазып қоятын болсақ, 17,24-ден 5 болады. Есеп аяқталды. Ары қарай азайтуды қарастырып бастайық. Оғанда 4 мысал алдық. Бұл жерде де бірінші жақшамызды біз бүтін бөліктерін азайтып аламыз. 7 мен 3-ті. Ал екінші жақшада бөлшек бөліктерін азайтып аламыз. Сонымен бүтін бөліктерін азайттық 4. Бөлшектің бөлімдері бірдей болғандықтан алымдарын азайтуға рұқсат бар бізде. Бөлшектің бөлімін өзгеріссіз жазып алымдарын азайтатын болсақ, онда 4,9-дан 5 деген жауапты аламыз. Есеп аяқталды. Келесі бірінші жақшада бүтін бөліктерін азайттық.
Екінші жақшада оның бөлшек бөліктерін азайтамыз. Сонымен 12-ден 4-ті азайтсақ, бүтін бөлігі 8 болады. Бөлшектің бөлімдерін қарайық, әртүрлі болғандықтан ортақ бөлім таңдаймыз. Бұл жерде де 18 9-ға бөлінгендіктен бірден үлкенін, яғни 18 таңдап аламыз. 18 9-ға бөлдік, толықтауыш көбейткіш 2, 18-ді 18-ге бөлдік, толықтауыш көбейткіш 1. Алымдарына ол толықтауыш көбейткіштерді көбейтіп алып, өзара азайтатын болсақ, бізде жауап 8 бүтін 18-ден 7 болады. Есеп аяқталды. Келесі, бүтін бөліктерін азайтайық. Бірінші жақшаға 19-дан 13-ті азайттық. Ал екінші жақшаға 3-тен 1-ден азайтамыз 11-ден 7-ні. Бүтін бөліктерін азайттық 6. Бөлшектің бөлімдері әртүрлі болғандықтан ортақ бөлім таңдаймыз. 3-те 11-де жайсан болғандықтан олардың өзара көбейтіндісі бізге ортақ бөлім болады. 33, яғни сонда толықтауыш көбейткіш 11-ге 3, ал 3-ге 11-ден болады. Оларды көбейтіп өзара азайтатын болсақ, бұл жерде бізде алымдары өзара азаймайтындай жағдай екен. Бұндай жағдайлар араласанды азайту кезінде кездесуі мүмкін. Ол кезде не істейміз? Біз бүтін бөлігінен көмек сұраймыз. Сонда ол бізге бір бүтін бөлік беретін болса, 33 қосылады деген сөз. Яғни 1 бүтін 33-ті бізге көмек ретінде берді. Енді азайта аламыз. Сонымен нәтиже 5 бүтін 33-тен бұл жерде қосу, одан кейін азайту орындалатын болса, жауап алымы 23 екен. Есеп аяқталды. Ары қарай 4-ші мысал. Бірінші жақшада бөлшектің бірінші жақшада аралас санның бүтін бөліктерін азайтамыз, ал екінші жақшада бөлшек бөліктерін. Бүтін бөліктері азайтқан кезде 4-ке тең екен. Ортақ бөлім таңдауымыз керек, өткен 32 24 болып әртүрлі болып тұр. Сонымен құрметті білім алушылар, аралас сандарды қосу және азайтуды толық мысалдарымен бірге қарастырып аяқтадық. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар, жауап міндетті түрде беріледі. Ал егер видео ұнаған болса, пайдалы болса, түсінікті болса, алғыс тілек жазсаңыздар да болады әрине. Барлықтарыңызға сәттілік.